Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз антикоагулянттар тақырыбын талдайтын боламыз. Енді біз физиологияны толық қарап шығамыз бүгін. Форманы түсінбей қаламыз әйтпесе. Енді гемостаз дегеніміз не? Біздің қолымызды, например, кесіп алдық делік. И осы кезде бізде қан ағып кетеді ғой, тініміз зақымдалғанда, тамыр зақымдалған кезде. Вот осының қанды тоқтауы гемостаз деп аталады. Сол қан тоқтауы гемостаз деп аталады. Енді гемостаз екі жолдан тұрады: тромбоцитарлық, коагуляциялық. Мен алдыңғы видеода антиагреганттар тақырыбында тромбоцитарлық факторды толық талдаған болатын. Бүгін енді біз коагуляциялық факторды талдайтын боламыз. Енді тромбопластин түзілуі, тромбиннің түзілуі, фибриннің түзілуі, ретракция. Ол коагуляциялық жолдың негізгі 4 жолы. Қазір түсінесіздер, оның бәрін асықпай талдаймыз. Енді қантамырлық факторды бір талдап жіберейік. Эндотелий, субэндотелий бар. Субэндотелий ол эндотелийдің асты деген мағынаны білдіреді. Енді бізде қанымыз ұю үшін бізде қан тамыры зақымдалу керек. Қан тамыры зақымдалғанда коллаген көрініп қалады ғой. Сол кезде қан ұю бірден басталып кетеді. Тромбоциттарды активтеп, қан ұйытатын факторлардың бәрін активтеп жібереді. Вот. Енді плазминоген активаторы, простатиклин, антитромбин үш керісінше қанымызды сұйылтып тұратын негізгі заттар. Вот. Енді адефаза ол керісінше. Мен антиагреганттар тақырыбын толық талдаған болатын осы. Енді ең бірінші бізде тромбопластин түзілуі. Ең бірінші тромбопластин дегеніміз не екенін біліп алайық. Қазір түсінесіздер. Вот. Бізде протромбиназа деген бар. Вот. Ол тромбопластин екен. Қазір не қайдан шықты деп ойлап қалмаңыздар. Екеуі бір зат. Тромбопластин, протромбиназа деген бір зат. Енді тромбопластин қалай түзіледі? Бізде ішкі жол және сыртқы жол деген бар. Ішкі жол баяу 5-6 минутта жүреді. Эндотелий зақымдалғанда, қан тамыры зақымдалғанда жүреді. Енді ал жылдам ол 5-6 секунд. Тіннің зақымдалуы ол уже өте жылдам 5-6 секундта. Негізі екеуі бірдей қосылып кете береді. Екеуі бірдей не істейді, активтеледі. Біреуі, например, тек қана тініміз зақымдалған кезде уже мынау болады основном. Ал мынау уже қан тамыры зақымдалғанда. Ал бірақ тіннің ішінде де уже капиллярлар бар ғой, эндотелий зақымдалады. И сол кезде бізде екеуі қосыла береді. Енді бізде коллаген, протеаза, прекаликреин деген факторлар бар. Вот. Фосфолипид деген. Осылар. Фосфолипид ол бізде тіннен шығады. Тін ол фосфолипидтен тұрады да, сондықтан ең бірінші жаңа қысқа жол талдасақ, ал жетінші факторды активтеп жібереді. Барлық фактордың активтелу үшін кальций керек. И солай бізде онды сразу активтейді. Енді мына жақта ішкі жолда баяуда қалай болады? Коллаген, жаңағы қан тамыры ашылғанда коллаген көрініп қалады. И сол кезде осылар активтеліп кетеді. Протеаза, прекаликреин. Бірден барады да 12-ші А факторын активтейді. 12А деген сөз ол бізде активтелген түр деген сөз. И 14-ші, 15-ші фактор бірден 12-ші факторды активтеп жіберетін 12А. 12-ші активтелген фактор 11-ді 11Аға айналдырады. 11-ді активтеп береді. 11-ші фактор 9-ші факторды активтеп береді. 8-ші факторда 9-ші фактор активтейді. Осылай бізде екеуінің басты мәні 10-ші факторын активтеу. 10-ші факторды толық активтеу керек. Әйтпесе протромбиназа түзілмейді. Енді вот 5-ші фактормен, сосын тромбоциттің ішіне бөлетін P3 фактормен, сосын кальциймен қосылады да бізде протромбиназа түзіледі. Енді протромбиназа, тромбопластин екеуі бір зат. Қазір не үшін керек екенін түсінесіздер. Енді 11-ші, 9-ші, 8-ші факторлар антигемофильдік глобулин деп аталады. 11, 9, 8. 11-ші фактор жетіспесе гемофилия С дамиды. 9-ші фактор жетіспесе гемофилия В дамиды. 8-ші фактор жетіспесе гемофилия А дамиды. Вот. Осы үшеуі. Енді үшеуі жетіспей қалса, 12-ші фактор 10-ші факторға дейін жетпей қалады. Сол үшін бізде қан ұйымай қалады. Протромбиназа түзілмейді. Бірінші фаза түзілмейді, бірден барады да қан ұйымай қояды. Енді бізде жаңа талдадық қой, міне тромбопластин түзілуі, тромбиннің түзілуі, фибриннің түзілуі, ретракция. Осыны 4 фазадан тұрады. Ең бірінші біз тромбопластинді түздік. Тромбопластин түзілгеннен кейін не болады? Енді тромбин түзілуі керек. Екінші фазаға ауыстық. Енді бізде бауыр қызмет атқарады бұл жерде. Бауыр уже К витаминін өндіреді. И бізде қанымызда, бауырда протромбин активсіз күйде болады. Активсіз күйде. Енді қашан активтеледі? Ол қан кеткен кезде протромбиназа түзді, сразу барады да протромбинді тромбинге айналдырады. Сосын ген деген сөздердің бәрі
жаттап алыңыздар, олар активсіз деген мағынаны білдіреді. Ал уже протромбин, тромбин ол уже активтелген түр деген мағынаны білдіреді. Вот тромбинді түздік, К витамині қатысады, тоже кальций қатысады бұл жерде де. Енді фибрин жіпшелерінің түзілуі. Фибрин уже бізде тромбтың бір бөлігі. Бұл жерде К витамин тоже қатысады. Енді бізде тромбин не үшін керек? Ол фибриногенді активсіз күйден активті еритін фибринге айналдыру. Міне, оген деген сөз ол бізде активсіз емес деген мағынаны білдіреді. Активсіз. Ал уже фибрин бізде еритін, бұл активті. Міне, бір тал түзілді. Міне, бір тал. Осындай. Осы бүкіліне бағанадан бері. Міне. Енді бізде фибрин ерімейтін фибринге айналу керек. Полимер түзіп тастау керек қой, үлкен көп қып. Енді бұл кезде тромбоциттарлық P9 13-ші активтелген фактор бірден әсер етті, ерімейтін фибринге, полимерге айналдырады. Осылай бір талдан фибрин ерімейтін қосады, тағы бола береді ғой, мен бір талын ғана көрсетіп тұрмын бұл процестің. Осылай бір тал түзе береді, сосын ерімейтінге ауысады, полимер түзіп тастайды. Полимер түзгеннен кейін бізде ретракция фазасына ауысады. Ретракция фазасында не болады? Бұл жерде енді ең бірінші тромбоциттер келеді дедім ғой. Тромбоциттер барып активтелгеннен кейін барып бізде қан ұйытуға қатысатын факторлар, коагуляциялық фаза бірақ қосылады. Енді П6 тромбостенин әсерінен бізде бірден барады кішірейді. Бүкіл гранула, тромбоциттердің бәрі грануладан тұрады, соның бәрі шығып кетеді сыртқа. Осы кезде тромбоцит кішірейіп қалады. Кішірейіп қалады. Енді мына ерімейтін фибрин, полимер тоқша түзіп тастады ғой. Осыны алады бірден барлық жағынан не істеп тастайды? Мынаны одан ары мықтылап тастайды. Одан ары мықтылап бекітіп тастайды. Вот осыны бізде осы тромб деп атаймыз. Осы міне, мәні осы. Көрдіңіздер? Тромбтың түзілуінің мәні осы. Енді тромб тұра бермеу керек. Ол еру керек. Фибринолиз деген процесс оны ертеді. Ол ферменттер әсерін тромбтың ақырында беруі. Ретракция мен фибринолиз бірге жүреді. Қалай болады не? Енді расцвет жаңағы тамырдың іші ол тап-таза болу керек. Қан нормально ағып тұру керек. Мына тромб тұра берсе уже ишемия, инфаркт ауысып кетуі мүмкін. Например, инсульт, инфаркт деген сияқты. Осыға дейін. Енді бізде плазминоген деген болады. Айттым ғой, ол жаңа қанымызды үйтіп тұрады. Қалай? Қазір талдаймыз. Енді сыртқы активтену жолы бар, активті емес жолы бар да. Плазминогендік тіндік активтену уракиназа ферменті болады. Сол фермент әсерінен бірден плазминогенді, активсіз түрдегі плазминогенді активті плазминге айналдырып жібереді. Активті емес, ол ішкі активтену жолы. 12-ші факторды бірден уже бұл активті емес күйде тоже не істейді? Плазминогенді плазминге айналдырады. Фактор Хагемана, каликреин. Осылар бізде плазминге айналдырып береді. Енді плазмин не істейді? Плазмин бізде фибринді. Мына фибринді ертіп тастайды. Ермейтін фибринді. Вот. Пептонға дейін атыратады. Осы кезде енді бізде Д димер деген көрсеткіш бар коагулограммада. Ол фибрин ыдырауының көрсеткіші. Девес синдромы кезінде артады. Пептонға дейін ыдырау уже Д димер деп. Кішкентай тромбтардың кішкентай бөлшектер көп болып кетеді қанда. Осы кезде бізде Д димер деген көрсеткіш бар да. Егер Д димер көрсеткіші ол уже қан кеткенде, уже тромб түзілгенде болады, нормально көрсеткіш. Ал егер бұл Д димер көп болып кетсе, бізде Девес синдромы бар деген сөз. Немесе тромб көп деген сөз. Тромб көбейіп жатыр деген сөз. Вот осы міне. Осыны жақсы конспекттеп суретін сызып алыңыздар. Мәні осы тромбтың түзу, сосын ар жағында фибринолиз арқылы еру керек. Әйтпесе біз фибринолизге қарсы заттар, антикоагулянттар түсінбей қаламыз. Енді бізде классификация формада өте маңызды. Енді тікелей әсер ететіндер, сосын әсер тікелей емес антикоагулянттарды біз екі топқа бөліп аламыз. Вот екі-ақ. Енді осылардың бәрін жаттап аламыз. Сол кезде бізде жақсы база қалыптасады антикоагулянттарға байланысты. Енді тікелей әсер ететіндерге не жатады бізде? Жоғарғы молекулалы гепариндер, осыны 4 топқа бөліп тастаймыз. Гепарин натрий, сосын төменгі молекулалы гепариндер. Тартипарин натрий, тинзапарин натрий, эноксапарин. Вот. Осылай екі топқа бөліп аламыз. Ол жоғары молекулалы гепариндер, төменгі молекулалы гепариндер деп. Бұл тікелей әсер ететіндер. Енді тікелей әсер ететіндер деген не мағынаны білдіреді? Ол бірден барады активтелген факторларды, например, 12-ні А факторын тежеп тастайды, немесе 10-шы активтелген факторын тежеп тастайды. Бірден уже активті факторлардың бәрін тежеп тастайды. Солай қанды сұйылтады.
енді тромбиннің тікелей ингибитор. Тромбинге бірден әсер ететін лепирудин, дезирудин, бивалирудин, аргатропан, дабигатран. Енді бұлар бізде сүлік деген биологиядан өткен шығарсыздар, иә. Сүліктен жаңағы гирудин деген заттан алып жасалған. Гирудин бөлсе қан ұйымайды ғой, қанды солай сора береді жаңағы сүлік. Сол үшін осы заттарды алған сүліктен арқылы. Енді оның А факторының селективті ингибиторлары. Только 10 А факторға ғана әсер етеді мынау. Фундапаринукс, ривараксапан, апиксапан, фраксипарин, эноксапарин. Осындай 4 топқа бөліп аламыз. Бұл тікелей әсер ететіндер. Енді әсер тікелей емес антикоагулянттар: барфарин, неодикумарин, синкумарфенирин. Бұлар уже бауырға әсер етеді. Сосын жаңағы активті емес факторларға әсер етеді. Например, протромбин деген сияқты, сондай фибриноген деген сияқты активті емес түрлерге әсер етеді. Қалай болады? Енді мына жерді толық талдап шығайық. Жаңа мынау енді 12 аны активтейді, 11 мен қосады, 11, 9 кальциймен қосады, бәріне кальций қосады, 8 и 10 барлық. Мына жерде протромбин түзіліп алу керек. Протромбиназа, тромбопластин. Тромбопластин протромбиназа түзілмесе бізде мынау түзілмейді. Енді жақтан бұл тіндік фактормен қосылады. Сосын 7А 2 кальциймен қосады, бірден мынау сыртқы, мынау ішкі жол, сыртқы жол тез болатын деген сөз. Енді мынау уже бізде мына жақта протромбин өндіріп қояды бауыр, сосын қандағы протромбин екеуі қосылады, бізде тромбинге әсер етеді. Тромбин уже 10 А факторы, тромбопластин, протромбиназа тромбин түзіп берді. Тромбин фибриногенді активсіз түрдегі фибриногенді активті күйге ауыстырып берді, фибрин. Осылай бізде тромб түзілді. Енді біз препараттарды талдап шығайық. Енді бізде гепарин қалай әсер етеді? Ол бізде гепарин бірден антитромбинге қосылады. Гепарин 10 А факторға әсер етеді, тромбин 2-ге әсер етеді, сосын антитромбинмен қосылып комплекс қосылады. Комплекс құрылғаннан кейін антитромбин активтелгеннен кейін ол уже бізде қанды сұйылтады. Антитромбин бізде уже ішкі ағзамызда бөлінеді. Гепарин бірден 10-ға әсер етеді, немесе тромбинге әсер етеді. Ол антитромбинмен қосылу арқылы жұмыс жасайды. Комплекс. Антитромбин гепариндік комплекс деп аталады. Бізде ол жоғарғы молекула гепариндер, гепарин натрий. Гепарин. Енді төменгі молекула гепарин. Бәрі осы әсер етеді. Гепариндердің бәрі солай. Антитромбинмен қосылады да, бізде ары қарай осы 10 факторын тежеп тастайды, немесе тромбин 2-ны тежеп тастайды. Ол уже гепаринге ғана тән. Енді бізде төменгі молекула гепариндер талдап тастадық. Тромбиннің тікелей ингибиторлары. Тромбин тікелей ингибиторлары лепирудин, дабигатран. Тромбинді уже 2А деген фактор, ол бізде тромбин деп аталады. Тромбинге бірден тежеп тастайды, фибрин, тромб түзілмейді. Бірден әсер етеді бұл. Одан кейін бізде әсер ететін тағы енді 10 А факторының селективті ингибиторлары. 10 А факторының фраксипарин, эноксапарин, фундапаринукс. Олар да уже антитромбинмен қосылады. Антитромбинмен комплекс қосылып барып бізде осылай әсер етеді. Ал ривараксапан олай әсер ете алмайды. Ривараксапан только 10-ға ғана әсер етеді. Эноксапарин, айттым ғой жаңа, ол да уже гепаринге жатады. Кешірім сұраймын, қуып жатыр. Эноксапарин, фундапаринукста антитромбинмен қосылады. Қалғандары қосылмайды. Соны біліп алыңыздар. Енді бізде жаңағы әсер тікелей емес антикоагулянттарға барфарин, неодикумарин, синкумарфенирин. Олар уже бірден бауырдағы протромбин өндіруіне әсер етеді. Солай бізде протромбин, бұлардың бәрі түзіле береді, но бізде тромбин түзілмей қалады ары қарай. Осыны тежеп тастайды, болды. Осылай әсер етеді антикоагулянттар. Енді мына препараттардың ішінен бізде ең көп қолданатын гепарин мен варфарин. Гепарин мен варфарин өте көп қолданады медицинада. Енді қандай қай кезде қолданамыз? Бұл уже бізде жоғарғы молекулалы гепариндер, низкомолекулярный гепариндер, фундапаринукс қолданылуы.
веналық тромбоз кезінде, өкпелік тромбоэмболия кезінде, стабилді емес стенокардия кезінде, инфаркт миокарда кезінде, ангиопластика, постоперационная профилактика тромбозов, жүктер кезінде плацента арқылы өтпейді. Сол кезде біз жаңағы егер жүкті әйелдерде біз гепариндерді қолданатын болсақ, қолдануға болады. Ол өйткені плацента арқылы өтпейді, балаға әсер ете алмайды. Ал енді бізде варфарин не үшін қолданады? Варфарин ұзақ уақыт клапан ауыстырған кезде қолданамыз. Клапан ауыстырған кезде бізде уже тромб жаңағы көп түзіліп қалуы мүмкін. Сол кезде біз варфаринді береміз. Ұзақ уақыт бойы осы варфаринді науқастар көп қабылдайды. Осы кезде біз МНО деген анализге қарап отыруымыз керек. Негізгі 2 мен 3 сол кезде соны қарап отырып варфаринді тағайындаймыз. Ұзақ жылдар бойы ішеді. Осы варфаринді жүрек ауруымен ауыратын науқастар. Енді гепаринді ол же калгограммаға қарап біз тағайындап қан ұйытуын жақсылап көріп отыруымыз керек. Егер ұзап кетсе, негізі 5 минут қой, негізі қан ұйытатын уақыт, осы кезде бізде артып кетсе, уже гепаринді біз уақытша тоқтата тұрамыз, немесе несін тоқтатамыз, дозасын азайтамыз. Енді бұл общий схемамен бойынша айтып бердім. Кітаптан өздеріңіз қосымша тағы қарайсыздар деген үміттемін. Енді осы антикоагулянттардың побочный эффекті, жағымсыз әсерлері қандай? Жағымсыз әсерлері бізде жаңағы қан кетуге бейімділік, ең бірінші, сосын тромбоциттердің деңгейіне әсер етуі мүмкін, жаңағы мұрыннан қан кету, сосын шашты қабаттардан қан кету, сондай побочный эффекттері бар. Спецификалық побочный эффекттері болса, не спецификалық побочный эффекттер, жаңағы бас ауру, тошнота деген сияқты, ол бүкіл препараттарда болуы мүмкін. Осы назарларыңызға көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. 3 күн сайын жақсы жаздай бой формадан білім беретін боламын. Назарларыңызға көп рахмет.